тұрмаңдар, наурыз тойы басталды, текке қарап тұрмаңдар, әуелесін армандар, үміті от боп жанғандар, бақ дарысын қызыр қолдап, мерекеден қалмаңдар. О, жарандар, жарандар, тамашадан қалмаңдар, құс қанатты көңілмен жер әлемді шарлаңдар. Оятып шыңмен асқарды, ерітіп мұзбен аққарды, нұрландырған даланы, наурыз көктем басталды. Енді уақытта бір жама болып қалған екен. Кейін шырағым, адыраспаннан бере ғой, бидаластап шығайын. Алас-алас, бәле жаладан алас, алас-алас, жамандық кет, қараңғы жарыққа, сорпаққа, кесіп киеге аусын, жамандық кет, алас-алас, алас-алас. Сүйінші, үлкен үйдегі жеңешем ұл тапты, атқа мінеріміз бар. Бәрекелді. Той-тойға ас деген міне осы емес пе? Қара шаңырағының түтінін түтетіп, ұрпағын жалғастырып ұл келдеге. Сүйіншіне таятатын қолыншағын. Өмір жасың ұзақ болсын. Ой, жарайсың. Ұлыс мол болсын, ақ мол болсын. Айда барса жол болсын. Hoş geldiniz. Жақсы болғандарыңыз құтты болсын. Жақсы жаңалық естіп, құтты болсын, айта келгеніміз бар. Үлкен азамат болсын. Ұлттың ұлы мерекесінде, наурыз мерекесінде шаңырағымызда немереміз дүниеге келіп жанды. Лайық ағзамызды ортасы көбейе берсін дейміз. Енді шалау, тойды тойға қаласында тойын тойлайық. Ал ағайын, үйге жүрдім, өзім үйге шөбенемнің бесік тойын тойлауға қош келдіңіздер. Hoş gördük ata. Баланы бесікке салу рәсімін өзіңнің құдағайыма табыстайын. Ал құда-құдағай, үлкен жұрағдатып маған ұсыныс жасап жатқан екенсіздер, ұсыныстарыңызды қабыл алайын. Қанеки, бесік қайда алып келіңіздер. Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кеткен, келе жатқан қасиетті бесік салу рәсімін бастамас бұрын бірінші бесігімізді дайындап аламыз. Атам қазақ бесікті алғашқы сәби салмас бұрын жақсылап ыстық сумен жуып алады, жылы сумен. Ол бір тазалықтың белгісі болып аталады екен. Содан кейін барып көсеумен бесіктің нышанына белгі қояды екен. Бұл белгі осы бесікке нешінші бала жатып жатқанын белгілейді екен. Енді бесікке салмас бұрын бесігімізді дайындап алайық. Алғаш рет бесікке салмас бұрын баланың түмегі салынады. Бұл енді тазалықтың белгісі. Содан кейін баланың құс көрпесі деп аталады. Бұл жерде жатқан бала
жайлы және жұмсақ сезіну үшін. Ұйықтағанда ұйқысы тыныш болады. Содан кейін баланың қол аяғын байлайтын шошымас үшін қолғауы. Дайындап аламыз. Төсек көрпесі дайын болғаннан кейін жастығымыздың бәрі осы жерде. Енді балаға арнайы шүмек, бұл да тазалықтың белгісі деп аталады. Бала сұлу, әдемі көрікті болсын деп айнасымен қарағын салады. Ол жастығының астына беріледі. Жаман ырым-тыйымнан аулақ болсын деп, жын бәле жоламасын деп баланың бас жағына қамшы саламыз. Содан кейін бар. Бала шошымасын деп, сәбиіміздің жастығының басына үкі тағылады. Жаман бәле жаладан аулақ болу үшін. Әнеки, баланы ғана бере қоймыз. Ода баланы салмас бұрын ұштырма рәсімін жасап алайық ағайын. Ең бірінші алғастап жіберейік. Алас, бисмиллай, алас, жаладан алас, жаман бейнеттен алас, сәбиіміздің ұйқысы тыныш болсын, алас. Қанеки, ұштырма рәсімін жасайық. Үлкен азамат болып өткен, елінің бекетті азаматы болсын. Бәле жаладан сақтап, есігі сәбидің құтты болсын. Ұйқысы тыныш болсын. Бұрында атам қазақта мынандай салт бар екен. Үлкен әжелеріміз сәбиді бесікке салғаннан кейін Қаратау басына алып қашады екен. Мен де сол Қаратау басына алып қашайын. Ал кеттім. Ашпан қалды. Мен сатып алайын. Қалай деген жерің болсын. Баламыздың ұйқысы тыныш болсын деп, өзгелердің көзі тимесін деп, бесік тойын жырлайық. Бесік жырын айтамыз. Балаларым, қосылайық. Thank you.
қолдарын жайып бата беріп жіберейін. Bir үйдің баласы болма, бүкіл елдің санасы бол. Bir үйдің баласы болма, бар елдің данасы бол. Bir қолдық тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ақты ақ деп бағала, қараны қара деп қарала. Өзегің толса, елдің ішін арала. Басына іс түссе, елдің ішін сағала. Өзіңе өзің кәміл бол, халқына әділ бол. Жауына қатал бол, досына адал бол. Келесі жолда басылмаған жұртымыз тыныш, жайлы болсын, қалайық. Ұлыс